Қайырлы таң, достар. Қалдарың қалай? Достар, сендер Әминаны көрмедіңдер ма? Сәлем, Зерек. Қайырлы таң, балалар. Әмина, қош келдің. Вау! Сенің көйлегің қандай әдемі. Қайдан келе жатырсың? Рахмет, Зерек. Зерек, кеше маған кішкентай әрі сыйқырлы перизаттар қонаққа келді. Мұна көйлекті маған кішкентай перизаттар сыйлады. Мәссаған, мынауың керемет қой. Менің де перизаттармен тезірек танысқым келеді. Айтпақшы, олар сыйқыр жасай ала ма? Әрине, Зерек, олай болса, мен сендерді кішкентай перизаттармен таныстырайын. Бұл Лола, ол мұзгампит перизаты. Ал мынау Дана, ол ойық тоқаштар перизаты. Ал мұна кішкентай перизаттың есімі Камила, ол тәтті нан перизаты. Тәтті нан перизаты дейсің ба? Ол сонда үлкен тәтті нанды өзі жасай ала ма? Ал менің үлкен мұзгампит жегім келеді. Иә, Зерек, олар бәрін жасай алады. Жасаған сиқырының ойдағыдай жүзеге асуы үшін олардың ерекше бір қасиеті көмекке келеді. Ол қандай қасиет? Бізге де айтсаңызшы. Ол достыққа адалдықтары. Олар бір-біріне өте бауырмал әрі мейірімді болып келеді. Жасаған сиқыры сол қасиеті арқылы бірден жүзеге асады. Мәссаған! Мұндай да болады екен ғой. Достар, сендердің Дана, Камила және Лола атты перизаттермен танысқыларың және олардың бастарынан өткерген қызықты оқиғаларына куә болғыларың келе ма? Ендеше менімен бірге бұл кітапты оқуды бастаңдар. Ендеше балалар, біздің бүгінгі кішкентай кейіпкерлеріміз сиқырлы перизаттармен танысқыларың келсе, олар туралы жазылған қызықты кітаптарды біздің кітапханамыздан таба аласыңдар. Біздің мекен жайымыз Космическая көшесі 6-2. Біз сендерді асыға күтеміз, достар. Келесі кездескенше. Сау болыңдар, достарым.